Керемет аға. Жалпы осы ел, мемлекет, отан дегеннен келіп шығады. Жалпы мемлекеттің, ұлттың дамуы үшін ең бірінші кезекте білімді болу керек, иә? Сөзсіз. Білімімізді дамыту керек. Менде, әрине. Осы тұрғыда кейбір жалпы жат діни ағымды ұстанушы демей-ақ қояйықшы. Жалпы мына дінге діни фанатизм болып кеткен жастардың өзі кейде мынандай пікірде қалыптасады. Білім деген кезде тек қана діни білімдерді алға тартаттағаны, мына зайырлы білімдерді екінші орынға қойып жатады. Бізге бірінші кезекте діни білімді алу керек. Осы арқылы біз жаңағындай ақылды деген нәрсені соған ғана кеп тіреп қояттағын. Сонымен жаңағы мынау мемлекеттің дамуында, қоғамның дамуына келген кезде осындай тежеліп қалып жайларымыз бар. Бұл бағана айттым ғой, бұл жерде діннің кінәсі жоқ. Діннің ешқандай кінәсі жоқ. Кінәнің бәрі менен. Өйткені менде дінді танудағы эпистемология дұрыс емес. Мен ойлайды, дін деген бүкіл мәселені шешіп тастайды деп. Дін деген бүкіл мәселені шешпейді. Дін деген мәселе мынаны шешіп береді саған. Сенің Аллаға деген мұқтаж болмыс екендігіңді түсіндіреді. Бұл не үшін керек? Сенің тәкаппарлығыңның, сенің мына дүнияда адамды қалыбыңнан шығып кетпеуіңді қамтамасыз етеді. Сенің өргеуделігіңді ұстап тұруыңды, санасыздығыңды ұстап тұру үшін де осы алдыменен Аллаға деген мәжбүрлігіңді еске түсіріп тұрады. Әл-фақру фахри. Мен Аллаға мұқтажбын. Мысалға әшейін көзбенен көруім үшін де, көздің өзігінен көру үшін де Алла тағала маған шарт жасап қойған, нұрды жасап қойған, жарықты беріп қойған. Жарықсыз көру. Мына дүнияны маған беріп сыйлап тұр ғой, 19-18 мың ғаламда мен үшін жаратып тұр да. Жаралғаннан кейін маған осындай бір кеңістік жаратып жатыр. Ол жерде жарық бар, ол жерде ауа бар, ол жерде су бар, ол жерде топырақ бар. Сусыз мен ешкім емеспін, мен жоқпын, өлдім. Мұқтажбын, оны жаратып тұрған Алла. Ауасыз мен өмір сүре алмаймын, оны жаратып беріп тұрған, менің өмір сүруіме шарт беріп тұрған Алла. Жарықсыз мен көре алмаймын, қанша жерден көзім болса да. Мен оны беріп тұрған Алла. Яғни мен деп айқайлап өзім эгоизмді көтеріп аяғымды жанымға мына жерде тесіп жіберердей жүрейін десем, бір қарасаң өзімнің мұқтаж болмыс екендігімді еске түсіріп жатыр Алла тағала. Әшейін кішкентай сұрақтарменен. Олай болатын болса, мен соны тақиқи деді ғой Абай. Соны дұрыстап зерттеуім керек. Біреудің айтқаны, мен біреудің бағдары, мен жүретін болсам, менімді жоғалтып алатын болсам, онда ол не керегі бар? Сондықтан мәселе діни танымда жатыр. Діни танымды дұрыс тану керек. Дұрыс таныған адам, тек қана діни танымды ғана негізге алған адам қандай болады, білесің ба? 5 сезім мүшесінің көзді ғана алады ол. Иіскеу, сипап сезу, дәм сезу, бұның бәрін жоққа шығарады деген сөз. Көрдіңіз ба? Ондай тәжірибеден біз өттік қой кеше. Кеше кеңестік жүйеде айқайлап жатырмыз жаңа, дінімізді құртты, анауымызды құртты, мынауымызды құртты деп жатырмыз ғой. Сондағы бірінші принцип позитивизм. Философияны да құртты, дінді де құртты, аңызды да құртты, мифті де құртты. Ақиқатқа жетудің құралы ғылым деді. Солай бізге тәрбие берді, білім берді. Сол кезде біздің жоғалтқанымыз қарсай жаңағы. Онда ол қазір жаңағы фанаттардың істеп жүрген тірлігі жаңағы атеизмнің істеп жүрген тірлігімен бірдей болады.